Қыздар, бүгін сіздермен французша ет тағамын жасаймыз. Қараңыздар, өте керемет болып шығады. Менің YouTube каналымда толық рецебі бар. Алдымен біз керек заттарымызды дайындап аламыз. Қызанағымызды, картопымызды, ірімшігімізді, фаршымызды дайындап аламыз. Фаршымызға тұзымызды, дәмдеуішімізді, бұрышымызды қосып, араластырып қоямыз. Араластырып болғаннан кейін картошкамызды, қызанағымызды домалақтап турап қоямыз. Одан кейін қызанағымызды, қараңыздар, бірдей етіп дайындап аламыз. Дайындап болғаннан кейін жуамызды кубиктап турап аламыз. Кубиктап турап болғаннан кейін жуамызды фаршпен қосып қойсақ та болады, бөлек салсақ та болады. Өздеріңіз қалауларыңыз бойынша. Мен бөлек саламын. Алдымен стеклянный табамызды майлап, бірінші картошкамызды біртіндеп жұқалап туралған етіп саламыз. Одан кейін майонезімізді сеуіп жабып шығамыз. Бәрін жақып болғаннан кейін фаршымызды орналастырамыз. Фаршымызды өткізіп, осылай бәрін қойып, жайып аламыз, біркелкі етіп, бірдей қалыңдықта. Кейін жуамызды салып, үстінен тағы майонезімізді сеуіп, жағып шығамыз. Арасына тұз сеуіп отырсаңыздар болады. Менде фарш жақсы тұздалған, сол үшін мен арасына сеппедім. Одан кейін тағы да бір қатар картошкамызды қойып, тағы да майонез жағып, кейін қызанағымызды қоямыз. Қызанақтың үстінен тағы да майонез жағып, пешімізге жібереміз. 180 градуста 30 минут. Менде болды. Енді оны 5 минутқа ірімшігін үстіне қойып жасап аламыз. Қараңыздар, керемет болып шықты. Сөлді, дәмді болып шықты. Ол үшін менің YouTube каналымнан тіркеліп қараңыздар.